Қайырлы күн барлықтарыңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Лимонның пайдасы жайында қысқаша айта өтейін сіздерге. Тыңдай отырыңыздар. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде кеңінен таралуда. Халқымыздың, адамдардың көңілінен шығып жатыр. Лимон жыл бойы жасыл ағаштық жеміс. Оның құрамында пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдетеді. Өз қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Лимонда С дәрумені де бар. Иммундық жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырларыңызды улы заттардан тазартсаңыздар болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке де ие. Онымен жараларды сүртіп, ертіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимонның құрамында көптеген дәрумендер бар. Қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын төмен көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті бұл жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Қазіргі кезде тұмау көп болғандықтан лимонды көп қабылдап ішіп жүріңіздер. Ағзамызға әрі өте пайдалы болып есептеледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан ерекше қасиетке ие. Қазіргі кезде қыз-келіншектер арықтау үшін де көбіне сусындарға, жылы суға қосып жатады. Пайдасы өте мол. Сондықтан көбіне сіздер лимонды қабылдап жүріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.